Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін кезектегі рецептіміз өте оңай салат. Бұл салат міндетті түрде сізге де және қонақтарыңызға да бірден ұнайды. Ең алдымен піскен етімізді дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Піскен етіміздің орнына тауықтың төс етінен немесе шұжықтардан пайдалануға болады. Туралған етімізді бос ыдысымызға салып бөлек алып қоямыз. Келесі кезек бізде жұмыртқаға. Суға піскен жұмыртқамызды да видеодағыдай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Жұмыртқаның ізінен балғын қиярымызды ұзынша етіп турап аламыз. Туралған қиярларымызды салып аламыз. Оның ізінен тәтті жүгеріні саламыз. Ең соңында майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Міне салатымыз дайын болды. Тарелкаларға салып ұсынсақ болады. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз.